Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін біз көпшілікті мазалайтын бір сырқат туралы әңгіме қыламыз. Ол ұйқы безінің қабынуы, панкреатит ауруы. Қазақ тіліндегі пайдалы контентті жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп, видеоның соңына шейін көріп, комментарий бөлімінде туындаған сұрақтарыңызды қоя кетіңіздер. Ал ендеше бастайық. Ұйқы безі біздің ағзамыздағы ерекше мүше. Ол ас қорытуға көмектесетін ферменттерді бөледі және қандағы қант деңгейін реттеп отырады. Ұйқы безі қабынғанда бездің жұмысы бұзылады да, дұрыс ас қорытылмай, нәтижесінде ұйқы безінде қабыну басталады. Оны біз ауырсыну ретінде сезіп отырамыз. Менің көп науқастарым сұрайды, дәрігер, бұл ауру неге пайда болады деп. Бұл сұраққа жауап мынандай: панкреатит ауруының ең көп тараған себептерін айта кету керек. Біріншіден, алкогольді шектенсіз пайдалану. Одан кейін өт жолдарындағы пайда болған тастар. Сондай панкреатиттің пайда болуына майлы, ащы тағамды шамадан тыс көп жеу, кейбір дәрілер, жұқпалы аурулар және де тұқымқуалаушылықта әсер етуі мүмкін. Алкоголь ішкен кезде ұйқы безде ферменттерінің бөлінуі күшейеді. Айта кетейін, бұл ферменттер асты қорытып жіберетін үлкен ғаламат күшке ие. Бірақ бұл ферменттер ішекке толық шықпай, бездің ішінде қалып қояды. Неге екенін қазір төменде түсіндіріп беремін. Ұйқы безінен бөлінген ферменттер 12 ішекке түсіп кете алмағаннан соң, нәтижесінде ұйқы безін өзін-өзі қорытуды бастайды. Сонымен қатар алкоголь тамырларды тарылтады, безге қан мен оттектің келуін нашарлатады. Ұзақ уақыт бойы ішімдік ішкен кезде ұйқы без жасушалары біртіндеп өліп, олардың орнын тыртықтыны басады. Бұл созылмалы панкреатитке, ал кейіннен қант диабетіне әкелуі мүмкін. Қарапайым тілмен айтқанда, алкоголь ұйқы безін іштей қуырып жібереді. Енді өттегі тас пен панкреатиттің қандай байланысы бар? Сол туралы айта кетейін. Әуелі сіздерге кішігірім анатомия сабағын өткізіп жіберейін. Суретте тұрған қандай мүшелер екенін түсінетін боласыздар. Енді осы өт қабында пайда болған тастар кейде өт жолына түсіп кетіп, холедықты бітеп қалады. Мұнда холедық дегеніміз ол жалпы өт түтігі. Орысшасы общий желчный проток. Осы холедықтағы тастар жедел панкреатиттің басты себептерінің бірі болып саналады. Себебі олар өт жолын бітеп, ұйқы безі сөлінің шығуына кедергі келтіреді. Соның салдарынан ұйқы безінің ішіндегі ферменттер ерте белсеніп, бездің өзін қорытып жіберуі мүмкін. Ұйқы безі сөлінің құрамында ас қорытуға арналған өте күшті ферменттер бар. Олар қалыпты жағдайда белсенді емес күйде бөлінеді. Ұйқы безі сөлінің құрамындағы амилаза, мысалы, көмірсуларды ыдыратады, ал липаза майларды ыдыратады. Ал трипсиноген мен химотрипсиноген нәруызды ыдырататын ферменттердің бейтарап белсенбеген түрлері болып саналады. Егер қандай да бір себеппен ұйқы безі өз сөлін шығара алмай қалса, ол сол түтік ішінде іркіліп тұрып қалады. Сол кезде бейтарап ферменттер ерте белсеніп кетіп, бездің өзін ыдырата бастайды. Сондықтан ұйқы безінің сөлін аса қауіпті күшті қоспа деуге болады. Ол дұрыс жерге барса, яғни 12 ішекке дұрыс ағылатын болса, тамақты қорытады, ал іште қалып қойса, безді қорытып жібереді. Бұл жағдайда өт қабынуымен қатар жүріп, холецистті панкреатит деген ауруға шалдығасыз. Оның себебі өздеріңіз көріп тұрғандай өт қабы мен ұйқы безінің анатомиялық жақындығында және өттің дұрыс шықпауында. Енді сұрақ: панкреатитті қалай бөлуге болады? Панкреатиттің ең негізгі белгісі ол қарынның жоғары бөлігіндегі қатты ауырсыну. Ауру көбіне арқаға беріледі. Сонымен қатар жүрек айну, құсу, іштің кебуі, тәбеттің жоғалуы, бас ауруы да байқалуы мүмкін. Ал созылмалы түрінде адамның арықтап кетуіне және нәрестің майлы әрі сасық болып өзгеруіне алып келуі мүмкін. Бұл ауруды емдемей жүре беруге болмайды. Себебі ұйқы безі зақымдалып, жасушалары біртіндеп өліп, қант диабеті дамуына алып келуі мүмкін. Ал енді сол ұйқы безі қантты қалай реттейді, сол туралы айта кетейін. Ұйқы безі тек ас қорытуға ғана емес, қандағы қантты да қадағалап тұрады. Ұйқы безі екі негізгі ағзаны қорғаушы гормонды бөліп отырады. Біріншісі ол инсулин. Инсулин қантты азайтады. Инсулин қантты жасушалардың ішіне енгізіп, оны энергияға айналдыруға көмектеседі. Яғни қандағы қантты төмендетіп тұрады. Ал екіншісі ол бізде глюкагон, қантты көбейтеді. Егер адам қатты ашықса немесе қант тым төмендеп кетсе, глюкагон бауырдағы қорларды ашып, қантты қайтадан қанға шығарып отырады. Осы екі гормон біздің ағзамызда тепе-теңдікті сақтап отырады. Сол үшін ұйқы безі біздің ағзамыздың қант реттегіші болып саналады. Қарапайым тілмен айтқанда, ұйқы безі тепе-теңдік сақтайтын тараз секілді. Қант көбейсе инсулин арқылы төмендетеді, қант азайса глюкагон арқылы көтереді. Бұл дерт туралы айтқаннан соң оның емін де айту керек. Панкреатиттің емі қандай жалпы?
Панкреатит жедел және созылмалы болуы мүмкін. Жедел панкреатит науқас міндетті түрде ауруханада емделу керек. Онда аштық режимі сақталып, тамыр арқылы сұйықтық беріледі, ауырсынуды басатын дәрілер салынуы мүмкін. Қажет болса, антибиотиктер мен түрлі ферменттік препараттар тағайындалады. Ол ферменттік препараттар ұйқы безі қалпына келгенше оның ферменттерінің орнын баса тұрады уақытша. Ал созылмалы панкреатит түрінде ең бастысы дұрыс өмір салтын ұстану. Алкогольден толық бас тарту, майлы тамақтан шектелу қажет. Дәрігердің кеңесімен арнайы диета ұстану ол міндетті түрде. Қосымша ферменттік дәрілер қабылдау міндетті түрде. Солайша жіті қабынуды ремиссия сатысына ауыстырасыздар. Яғни жоғарыда айтқан диета, қажетті ферменттік дәрілерді уақытылы ішіп жүруіңіз керек. Тағы бір маңызды сұрақ. Панкреатиттің алдын алуға бола ма? Иә, әрине болады. Панкреатиттің алдын алу үшін сіз алкогольден толық бас тартуыңыз керек, майлы қуырылған тағамдарды азайту керек, өт тасы ауру бар болса уақытында УЗИ өтіп емдеу керек. Дәрі-дәрмек тек дәрігердің кеңесімен қабылдаңыз. Ағзаңызда керек емес дәрілерді қабылдап уламаңыз. Әсіресе бұл антибиотиктерге қатысты. Панкреатит дерті жеңіл-желпі қарауға болмайтын қауіпті дерт. Уақытылы тексеріліп, дұрыс тамақтану арқылы бұл ауруды бақылауға болады. Сауатты болыңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Ал егер сұрақтарыңыз болса, пікірлер бөлімінде жазып қалдырыңыздар, мен жауап беруге тырысамын. Келесі жолыққанша аман сау сәлеметті болыңыздар.